Шын мәнінде ел сенімін еш нәрсемен өлшеу мүмкін емес. Халықтың сенімі ең құнды нәрсе. Сайлау нәтижесін халқымыздың саяси бағдарыма бағасы, алдағы жоспарыма батасы деп қабылдаймын. Халқының қолдауына ие болып, ел тізгінін ұстау ең биік мәртебе, әрі орасан зор жауапкершілік. Алдағы 7 жылды бүгінгі буынның және келешек ұрпақтың алдындағы борышымды өтеуге берілген бірегей мүмкіндік деп білемін. Қазақта аманат деген асыл ұғым бар. Халқымның сенімі маған аманат. Осы аманатқа адал болу мен үшін қасиетті парыз. Ел үмітін ақтап, Қазақстанды өркендеген, бақуатты мемлекетке айналдыру үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын.